3 дана апельсиннен 5 литр табиғи шырын дайындаймыз. Сәлем достар, бүгін сіздермен табиғи шырынның жасалу жолын көрсетемін. Бұның ерекшелігі 3 дана апельсин болса болды, үйіңізде 5 литр сусын шығады. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Сырты жуылған таза апельсинді аламыз. 3 апельсин болса жеткілікті. Майдалап турап, блендермен езіп аламыз. Ыдысымызға салып, қайнаған салқын суымызды құйып, холодильникке 2 сағатқа жібереміз. Енді басқа ыдысқа суымызды қайнатып құямыз. Қант салып, лимонная кислота саламыз. Жақсылап араластырып, 2 сағат холодильникте тұрған сусынымыздың үстіне құямыз. Екінші бір ыдысқа сүзгінің көмегімен тазалап сүзіп аламыз. Оның үстіне 5 литр шамада шығатындай және су құйып, жақсылап араластырамыз. Сонымен сусынымыз дайын. Мінекей табиғи, таза, дәмді шырынды менімен бірге жасап көріңіздер.